Баршаңызға қайырлы күн. Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Алдарыңызда салаттың екі түрі бар және редиска. Редисканы түсірмей қойын, бүгін салат жайлы болады. Салат жапырақтарын егу ешқашан кеш емес. Қазір маусым айының 23-і. Күн ысып кетті деп ойламаңыздар, салат жапырақтарын неге беріңіздер. Енді бізде соңғы бір аптада күн салқын болып тұр, сондықтан осы салқын уақыт өте ыңғайлы. Салат жапырақтарын егуге өте ыңғайлы ауа райы. Менде мысалға мына жерде бұрыш егілген, бұрыштардың арасында бос жерлерге мен гүл егіп шықтым. Тағы да оның арасында бос орындар бар. Міне осындай бос орындарға мен әдетте салат, редиска, укроп, петрушка сондай егіп қоямын. Енді мен мына салаттарды қызығып алдым, сондықтан осы салаттардан осы жерге еккім келіп тұр. Ешқандай қиындық жоқ. Менде бақшамда тамшылатып суарудың ленталары әрқайсысы 10 сантиметр ара қашықтықта. Міне осы тамшылатып суарудың туралап осы жерге тұқымдарды сеуіп егіп шығамын. Және Алла қаласа, мысалға артында жазылып тұратын, мысалға 40-50 күн, шамамен 1,5-2 айдың ішінде бұл салаттарымыз өсіп шығады. Сондықтан осы салаттарды еккім келіп тұр. Полукачанный дейді, және мұны айсберг. Айсбергті бәріңіз білесіздер, өте тәтті салаттардың ішінде ең тәттісі. Және неше күнде шығады екен бұл? Жазбаған екен, неше күнде шығатын. Міне салат айсберг. Қазір ашамыз. Астын кесіп алдым. Мынадай ыдыста екен. Қазір ашып көреміз. Өте көп екен. Жақсы. Міне салат айсбергтің тұқымдары осындай. Міне енді мен 2 түйірден еккім келіп тұр. 1 түйірден екпем, 2 түйірден еккім келіп тұр. Қазір көрсетемін сіздерге. Мысалға, мына жерде тамшылатып суаратын жердің орны. Сол жерді мысалға кішкене ғана нетемін. Және 2 түйір тұқымды саламыз да, бетін жауып қоямыз. Болды. Өзі осы жерден шығады. Тамшылатып суарудың тесігі тұр. Соның тесігінен кішкене қаза қоямын да. Көріп тұрсыздар, кішкене ғана қаздым. Және тұқымды 1-2 тұқым салдым. Біреу шықпай қалса, екіншісі сақтық. Сосын үстін шамалы басып қоямын. Тамшылатып суарудан су ағады да, міне өзі қиярмен бірге су ішіп, көбейіп өсіп тұрады. Сол сияқты мына осы атыздағы перецтің қасында бос жерлердің бәріне осылай егіп шығамыз. Міне егіп шықтық салат айсбергті. Енді 3-4 күннен кейін шығу керек. Бұйырса күзде салат жейтін боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ салат егуде. Әлде менде тамшылатып суаратын жер болғасын оңай болып тұр ма? Бұйырса нәтиже күтеміз, әлі видео болады. Менің каналыма жазылыңыздар, әлде жақсы видеолар салуға тырысамын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап беремін. Сау болыңыздар.